ғасыр құрдасы қазақ радиосы. Радиоға дубляждан келдім. Ешбір саланың болашағы жастардың қолында емес. Кеңес айту деген бұл қате пікір. Ең бірінші бұна нәрсені айту керек, мен радиоға дубляждан келдім. Бұған дейін 2005 жылы желтоқсанда мен дубляжға барған. Қазақ фильмінің дубляжы болды. Ол жалпы дауыс саласы қызықтырды. Осы біз енді бұған дейін кәдімгі мектеп қабырғасында көркемсіз оқуларына қатыстық, немесе белсенді болдық, ақындардың өлеңдерін оқып жүрдік, сахнаға шықтық деген сияқты. Сол кездің барлығында осы дауыс саласы қатты қызығырақ болды. Кейін осы өнер академиясына оқуға түскен кезде бізде арнайы сахна тілі деген сабақ болды. Бірақ сол 2005 жыл біз оқуға түскеннен кейін бір 3-4 айдан кейін бізді дубляж қалып барды, қазақ фильмінің дубляжына. Сол көзден бастап мен осы нәпақамды да тауып дауыспен өзім осы дауыстың қажетке жарайтын қай тұсы бар, қай мамандықта, қай кәсіпте осыдан бір азық айыра аласың, немесе бұл сенің қалай керегіңе жарайды деген сұрақтың барлығына дауыстан жауап тапқандай болғаннан кейін осы салада көбірек жүрдім. Кейін сол ұлттық арнада біз дубляжда жүрген кезде, ұлттық арнада істеп жүрген кезде қазақ радиосына диктор қажет болды. Сөйтіп ұлттық арнаның дубляжынан қазақ радиосына 2009 жылы мен Абайдың өлеңдерін оқып келдім. Содан енді ол кезде қазақ радиосында дикторлар жазылған мәтінді оқымайды. Өзің жазасың, өзің сызасың, өзің келген мәтінді редакциялайсың, сөйтіп эфирге шығасың. Жаңалықтар бөлімінде осындай қызмет еді. Сол талаптан, сол үдеден шыққаннан кейін біз радиода қалдық, және сол кездегі радиоға деген махаббатты ашқан бұл біздің ұстаздарымыз болды. Алдыңғы бұны ағалар болды, Еділ Анықбай болды, Бақыт Жағыпарұлы болды. Осы кісілер расында да бізге бағыт-бағдар көрсетті. Мұны радиоға деген негізгі құмарлықты, сол махаббатты, жалпы ниет пен ынтызарлықты ашқан негізі сол кісілер, және сол кезеңде сол буында болған ағаларымыз. Жылбек Сембекұлы бар, Сәуле Құрмантаева бар, кейінге келген басшылықтардан Махат Садықтың өзінің үлесі бар бұл жерде. Осындай азаматтар болды, және өзіміздің қасымызда бірге осы қанаттасып, иық тіресіп жұмыс істеген азаматтардың да көп септігі болды деп ойлаймын. Яғни радио, қазақ радиосы, енді дауыс саласының біз әр бөлімін комментаторлық болсын, басқа болсын біліп көріп жүрдік қой. Бірақ кез келген адамды баурайтын ең бірінші айналасындағы адамдар, яғни ұжымы. Осы ұжымына өз иланады, соның бір сүйкімді тұсын табады, содан кейін барып сол мекемеде, қызметте қалады. Сөйтіп сонымен өзінің болашағын бағамдайды, сонымен өзінің алдағы күндеріне жоспар құрады деген сынды. Солай біз радиода қалдық. Кейін осының тарихын түсінген кезде, мысалы Байжанбаевтардың ізін сендер жалғауың керек деген, сендердің осы бір жалауды жықпай ұстап жүрулерің қажет дегеннен кейін біз бұның жауапкершілігін сезіп, ары қарай расында да егер сондай дүниеге лайықты болсақ, онда алып кетейік деп осы радиоға деген махаббатты ұлғайтып қалдық. Өте көп болды. Ол мемлекет басшысын мектеп басшысы деп оқыған кезім болған. 1 қыркүйек күні эфирге шықтық біз. Сол кезде бір мектеп ашылды жаңадан. Сол мектепке сол кездегі мемлекет басшысы бару керек болды. Бірақ осы таңнан кешке дейін айтып отқанымыз мектеп жайлы ақпар ғой енді. Мектеп басшысы, мектеп деген. Енді мемлекет басшысы туралы ақпарат шықты. Сол кезде мемлекет басшысы деген сөзді мына көз үнемі айтқан, жатталып қалған сөз бар ғой, мектеп деген. Сонымен құрап жіберді. Мектеп басшысы деп айтып, бірақ ізін ала миың сол қас-қағым сәтте сен қателескеніңді сездіріп, мектеп басшысы осы орайда президентке ата-аналар мен оқушылардың атынан алғыс білдіріп деп ана жерде сөз құрап қолдан. Сөйтіп сол сәттен шықтық. Бірақ ең үлкен бір сәтті бізде Алматыдағы студияның есігі ауыр болатын. Ол кәдімгі өзі темір есік ағашпен қапталған. Ол сол өткен ғасырдан қалған есіктер ғой студияның. Соны жауып жатқанда жаңалықтар қызметінде мына жаңалықтардың уақыты кетеді, одан кейін жаңалықтар дейді да, әуен шығады. Сөйтіп сен жаңалығыңды бастау керексің. Ассалаумағалейкум Марат ағайын, микрофон алдында Мұхаммед Әли Болатұлы деп.
сол сәтте жаңалықтар деп айтылып әуені ойнап мен эфирге шығатын сәтте мен табалдырыққа сүрініп кетіп қолымдағы алып келе жатқан жаңалықтар топтамасы бар ғой кәдімгі, ол жерде 8 парақ. Оның біреуі валюта бағамы, біреуі ауа райы, қалғаны 6-ауы жаңалық. Сөйтіп шашылды, менде басқа амал жоқ, микрофонды жерге түсірдім. Сөйтіп жерде оқып отырмын, қолыммен шашылып кеткен ақпаратты қолыммен іздеп отырмын. Біреу амандастым осылай. Өйтінде қарадым, бірінші ақпаратты дәл түсіріппін, үкіметтің ақпараты ол, премьер-министр жайлы ақпарат. Енді екінші ақпарат, ол әлеуметтік ақпарат, саяси ақпараттар кезек-кезегімен түседі. Сөйтіп жаңалықтар топтамасын жасағанда соңына мәдениет пен спорт түседі, одан кейін валюта бағамы, кейін ауа райы. Мен мына бірінші ақпарды оқып отырмын, бірақ қолыммен жер сипап, екінші ақпарды іздеп отырмын. Оны бүйтіп тапсам, ол үшінші ақпарат. Мен оқу керек. Оны ананың артына сап қойып, екінші ақпаратты бүйтіп оқып отырмын. Премьер-министрдің көмекшілері де бүйтіп енді ақпарды оқып отырмын, бірақ көзіммен мына дұрыс ақпар қайсысы. Одан кейін бізде былай болатын. Мына парақ үнемдеу үшін, мына бүгін бір бетіне шығарсаң, екінші күні екінші бетін аударып қойып, таза жағына шығарып аласың. Былай қарасам, ол өткен ақпарат. Мына жағын тауып алып, сөйтіп 5 минутта толық ақпаратты жерден сипап отырып іздеп тауып, сөйтіп оқып шыққанмын. Бірінші кезекте осы ақпарат саласына келген адам жаңалықтар қызметіне бару керек. Себебі жаңалықтар адамға лездікті, тездікті, жалпы қандай да бір сәт туса, содан тез сатылып шығып кетуді бойына дарытады. Өте керемет. Жаңалық деген өзі жылдамдықты қажет етеді. Жаңалық ол екпінді, динамиканы үзбей сол ақпаратты жеткізуге машықтандырады сізді. Сондай нәрселердің барлығында жаңалықтың өзін оқып отқанда да саған жұтынуға болмайды тіпті. Артық тыныс алудың өзі сол жаңалықтағы бір кемістік, яғни кемдік болып есептеледі. Сондықтан жаңалыққа барып, шыңдалып, сол жерден қайыр алып шыққан жастар, ол кейін шын мәнінде қоғамның ақпарат саласында қажетіне жарайтын мамандар болады. Мен Қазақ радиосының жаңалықтар қызметінде 8,5 жыл еңбек еттім. Сондықтан осы мектептің Қазақ радиосындағы ең бірінші кез келген Қазақ радиосына келіп диктор болам деген адам болса, бірінші жаңалықтардың табалдырығын аттап өтіп, сол жерде кәдімгідей осы жаңалықтың қайнауында піскені дұрыс негізі. Енді бұл барлық тіл әуезді. Әлемде мына менің тілім сорлы тіл дейтін ұлт жоқ. Ол тіпті кез келген мысалы Африканың немесе мына Австралияның тайпалар мекен ететін, яғни сол өз тілінде бір санаулы 10 шақты адам сөйлейтін тіл болса да, сол тіл әлем үшін құнды. Солай ұғу керек. Ал енді қазақ тілі бұл ғажап тіл. Оның тілдік жалпы сауат тұрғысында лексика, грамматика, морфология, мысалы орфографиясы ол бір бөлек. Енді орфоэпиясы, мына тіл әуезділігі қазақ тілінің. Бұл Ахмет аталарымыздың өзі айтып кеткен. Бұл түрдің ерекшелігі, мысалы махаббат тілі дейтін француз тіліне де ұқсап келеді. Польша, поляк тіліне де ұқсап келеді. Эмоциялық жағынан бұл араб пен жапон тілінен де артық бола алады. Яғни мысалы қатты дегенді қатты, тастың тас екенін егер мінезін беріп айтсаң кез келген мәтіннің, ол тілді білмейтін адамның өзі түсінеді. Бұл бір қатты зат екенін, тас деген қылыштың қылыш екенін шабатынан, мақтаның мақта жұмсақ екен, кішкентайдың кішкентай екен, үлкеннің үлкен екен. Жалпы осылай мінезі толық қалыптасқан тіл ғой. Ал енді осы мәтінде міндетті түрде әуез болады. Әуезді қалай анықтайсыз? Жалпы кез келген ұлт, мысалы бір елдің ішінде бірнеше ұлт тұрады, бірақ бір ортақ заңы бар. Солардың өзі, мысалы, бір Ресейді алайық. Ішінде авар халқы да тұрады, ноқчи, шешен халқы да тұрады, басқа. Бірақ олар орыс тілінде сөйлесе, олардың тіл әуезі байқалып тұрады ғой. Олардың кәдімгі өзінің мұрынға жақын қоңқиған шығатын дыбыстарының өзі, тамақтан шығатын дыбыстарының өзі, қанша сол оқыса да сол тілде, грузин халқының, армян халқының өзінің әуезі бар ғой. Дәл сол сияқты қазақ тілінің де өзінің әуезі бар. Және осы әуезге Потаниндар кезінде осы 2 ғасыр бұрын келген осы далаға, осы даладағы адамдармен тілдескен халықтың, ғалымдардың өзі таң тамаша болған. Не деген ғажап. Баласы да әндетіп тұрғандай, қарты да бір сазды сөйлейді деген сынды. Осы ерекшеліктердің барлығы шын мәнінде тіл әуезділігінде тұр. Яғни біздегі дауысты дыбыстардың өте әуезді естілетінінде.
біздің а деген дыбысымыз, о деген дыбысымыз, е деген ашық дауысты дыбыстарымыздың барлығы өзге ұлттың дауыстыларындай емес. Осы дауысты дыбыс бізден үнді алып шығады, әуезді алып шығады, сондықтан осыған барынша мұқият болу керек. Ал енді қараңыз, мен осы Алтын Қордан біздің Байжанбаевтарды тыңдаймын, үнемі Байжанбаевтарды тыңдаймын, Бижібаевтар бар, енді барлық біздің алдыңғы буын ақсақалдар бар, Аманжан ағамыз бар. Қазір енді Аманжан ағамыздың өзінде үнемі құлақ түріп отырамыз сол кісіге. Мысалы, осы кісілердің барлығында мына даланың бір сазы бар, сөйлеген кезде даланың сазы болады. Бұның барлығын көп адам гүріл деп ойлайды. Кәдімгі гүрілдеп, ей бір нәрсе деген сияқты деп. Жоқ, ондай емес. Ол кісілердің өзінің кәдімгі Алматыдан сөйлеп тұрмыз дейтін Байжанбаевтың әуезі, Аманжан ағалардың кәдімгі сөзіндегі саз, осының барлығы бізге сол үнге қайта келу керек дегенді меңзейді. Сондықтан алда енді бізден кейінгі келетін буынға да қолдан келсе осы дүниелерді айтып жеткізуге тырысамыз. Сондықтан бұл енді Ахмет Байтұрсынның әдебиет танытқышында жазылған кәдімгі тіл әуезділігі деген дүние бар. Сондықтан осыған зейін қойып, осыған барынша мұқият қараған дұрыс жастарға. Енді мен жастар деп сөйлегім келмейді, жалпы маман осы дикторлық дегенді таңдаған, қазақ қоғамына бір ақпарат айтам, мәлімет жеткізем, дерек баяндаймын деген жандар болса, олардың өзі де осы шарттарды білген абзал деп ойлаймын. Әр адам өмірді бір қызығы өз ортасымен танып біледі. Мысалы, менің айналамда бөтен тілде сөйлейтін бірде бір адам жоқ. Содан менің берер бағам қоғам деген толық 100% қазақ тілінде деп ойлаймын. Енді біреу айтады, сен аулаға шықсаң, сен мектепке барсаң, үзіліс кезіндегі балаңды алып кетуге барсаң, мектепке үзіліс кезінде олардың сөйлеп жүргені, міне солардың барлығында орыс тілінде сөйлеседі деген сында бір уәжді естіп қаласың. Бірақ енді өзің көріп білмегеннен кейін енді ішің сезеді әрине оның барлығын. Бірақ енді қазақ тіліне деген қазір түрлі жағдаяттарға байланысты жаһандық қазақ тіліне деген құмарту, әсіресе мынау өзге тілде әлеуметтік желіде жұмыс жасайтын немесе өз өнімдерін шығаратын жандардың, жастардың өздері де қазақ тіліне бет бұрып келе жатыр деген сияқты. Енді өздері айналаны байқап көрді, білді деген сияқты. Сондықтан бұл тіл жойылмайды. Бұл тіл тек дамиды. Әрине, оны дамытатын ең бірінші кезекте адамдар. Ол тіл өздігінен дамымайды. Ол міндетті түрде осы ұлттың арқау болуымен сонымен дамиды. Сондықтан алда енді ұлт бар жерде, бұл қазақ бар жерде қазақ тілі міндетті түрде дамитыны заңдылық, өсетіні заңдылық. Сондықтан болашағы бұлыңғыр деп қарау қате, бірақ болашағы баянды екен ғой деп те арқаны кеңге салуға болмайды. Жалпы спортшылар қалай шыңдалып отыру керек? Бұл тап сол спортшы сияқты дикторлар да негізі жаттығып отыру керек, үзбей. Оның бір себебі бұл өзі дыбыс деген өзі бұлшық ет пен артикуляциялық аппарат бар ғой. Дыбысты шығаратын ерін, езу, оның барлығы бұлшық ет. Соны үнемі шыңдап отырудың себебінен, соның жағдайынан туындайды дыбыстар. Сондықтан біз енді көп жағдайда ән айтуға тырысасың, дәстүрлі ән, бір қазақша ән айтуға тырысасың көп жағдай. Мұндай ерекшелікті бұрын Руслан Мелекша деген әріптесімізден көретінбіз. Орыс тілінде ақпарат жүргізетін, бірге еңбек еттік бәріміз. Таңертең келіп осы ән айта бастайды. Опера әндерін айта бастайды өзі. Орыс тілді редакцияда істеді. Кейін қарасақ, бізге негізі дәстүрлі ән айтып жүру, дикторларға дәстүрлі ән айтып жүру, халық композиторларының әндерін айтып жүру өте пайдалы. Ол біріншіден тіл әуезін шығарғанға да жақсы, дауысты да қалыпты ұстауға жақсы. Одан кейін біз енді үнемі жаттығу жасай бермейміз. Себебі жұмыс басында осы бүгін жұмысқа келдің, бірнеше парақ, бірнеше беттік мәтінді міндетті түрде оқисың. Әйтеуір кешке дейін сен оқылмай қалмайтын мәтін болмайды. Бәрін оқисың. Енді жұмыс болғаннан кейін. Сондықтан бізге үнемі жаттығу жасап отырудың да қажет шамалы. Маман болып осында жүргеннен кейін. Ал енді осыған қызығып, ертең мен де дәл осылай қызметін, жұмысымды бастаймын деген жандар болса, оларға осы кезден бастап шыңдала берген дұрыс. Дыбыстап оқып, ертегілерді сомдап оқып, кейіпкерлерін. Мұны осылай машықтанған абзал шығар.
Ал енді дем жаттығуларын жасау, немесе арнайы артикуляциялық жаттығулар жасау деген сынды дүние, ол кәдімгі бағдарламалық дүние. Ол бір ұстаз сияқты бір тәлім алатын адамға, тұлғаға барады, ол бағдарлама түзеп береді, онымен өтеді деген сияқты. Уақыты кетіп басқа да дүниелер болады. Ал бірақ ол бағдарламасыз да, егер шын мәнінде тілінде мүкістік болмаса, қазақтың осы ана тілінің барлық дыбысын дұрыс айта алса, ол адамға кәдімгі өз тілінің өз әуезімен мәтін оқып, жаттығып, машықтанып, осы мамандыққа келсе болады. Оның ешқандай әбестігі жоқ. Ең бірінші кезекте радио журналистке жалпы үн керек, үн. Осы бір дүниеден аттап өте береді қазіргі қоғамда, бірақ негізі ең бірінші радио дегенді түсіну керек. Бұл тыңдаушыға, тыңдаушы деген не? Ақпарды құлағымен қабылдайтын жандарға бағытталған. Енді сен оны аудио ретінде ол тыңдау үшін ел тыңдасын деп айтқан дүние болса, ол тыңдаушыларды сыйлау, құрметтеудің ең бірінші жолы радиоға сен үні жақсы адамды алу керексің. Үні деген бұл дауысы кәдімгі гүрілдеп тұрған емес, барлығының бірдей. Үні деген кәдімгі сөйлегенде сазы бар. Ана тіліндегі бар дыбысты анық айта алатын, оның кәдімгі үндестік заңына бағынып сөйлей алатын, сондай адамды алу керек. Ол диалектік мына тіл ерекшелігі болмау керек ода. Осындай дүниенің барлығын ескеріп алу керек радиоға ең бірінші. Себебі білімсіз, әрине бұл салаға келгеннен кейін, журналист болғаннан кейін оның білімсізі болмайды. Енді радионы таңдаған сәтте сол ерекшелікті білу керек. Біріншіден тыңдаушыны құрметтеу, сыйлау деген, мысалы, сен мультимедиалық дүние жасайсың, немесе мына көгілдір экранға бір дүние жасайтын телевизия саласында сен бояуын қанық қып шығарсаң, келбет көрікті адамды таңдасаң, үні де бар, білімі де бар бойында, бірақ енді келбетте келісті, немесе репортаж жасайтын адамның бір түсіргені кәдімгі оператордың ойудай, бояуы қанық дүние болса, ол біріншіден көрерменге деген сый құрмет, бейжай қарамау. Радиода да дәл сондай. Сен тыңдаушыға деген құрметің бұл. Үнің, сөз саптауың барлығы. Сондықтан осыны ескеру керек. Одан кейін бір дүние жалпы адамды бағалап үйрену керек, адамды. Осы керемет қасиет. Мынау өйткені маман деген дүние адам игеретін ғана іс. Адамның алтын басын бағалап білу керек. Барлығына. Сіз өзіңіздің қасыңыздағы құрбыны, мен айналамдағы әріптесті, ұстазыңызды, осы жұмыста жүрген қызметтес достарыңызды, әріптестеріңізді, яғни осы адам басын бағалай білген кезде ғана бір мамандық дамиды. Мен кеңес айтпаймын жастарға. Ешқашан. Міне қараңыз. Енді 20-дағы жастар оқу бітіреді. 18, 19, 20, 21-ге дейін оқып, сол 20-дағы. Арада 20 жыл бар. Бұл өмірдің екі мектебі, 11 жылмен есептесеңіз. Мен айтқан кеңес, ол менің жасыма келгенше келмеске кетеді. Сондықтан жастарға кеңес айту деген бұл қате пікір. Кез келген адам, жас болсын, басқа болсын, өз дәуірмен, өз уақытымен, өз заманымен жарысады. Түсінесіз бе? Сіз қазір өз заманыңызбен жарысып келе жатсыз. Мұндағы технология, соны игересіз. Бұрынғыдай асайым сүйіңіз арқалап келген жоқсыз. Телефонмен алдыңызда түсірдіңіз, сұхбатыңыз жасадыңыз, болды. Біз маранс көтеріп жүретінбіз. Диктофон деген кәдімгі өзі бір иыққа асылып алып, микрофоны бөлек, басқа бөлшегі бар деген сынды. Сондай дүниемен. Сондықтан әр адам өз заманымен жарысады, өз дәуірімен кәдімгі бетпе-бет келеді. Оған кеңес айтып еш қажеті жоқ. Одан кейін екі буынның арасындағы үнемі бір, бұл бәлкім ақпараттың ескіріп, ізін алып келген бір жаңалықтың үнемі озып отыратынында шығар. Тіпті Мысырдың папирустарында жазылған, 2000 жыл бұрын жазылған папирустарда қазіргі жастар бүлінді деген. Сондықтан әр кезеңнің өзінің бір артқа бір қараған кезде осылар қалай болады екен деген сияқты ой туындауы мүмкін. Сондықтан менде жастарға айтар кеңес жоқ. Сіз тағы да қайталап айтам, сіз өз дәуіріңізбен, өз заманыңызбен жарысқа түсесіз.
озасыз бозбайсыз ба білмеймін оны. Озғандар аспанға ұшады, озғандар айға ұшады, Марсты бағындырады деген сияқты. Ал қатар жүргендердің де үлесі болады алатын. Қалып қойғандар қалып қояды, сол сияқты. Ешбір саланың болашағы жастардың қолында емес. Әрбір саланың болашағы тап қазір сол салада еңбек етіп отқан жандардың жалпы жұмысына тікелей байланысты. Жастар болашақты баянды қылатындар емес, сол болашаққа баратындар. Енді қараңыз, қазіргі 30, менің жасымда 40, 50, 60-тағылар еңбек үстінде кәдімгі еңбек етіп отқан жандар, болашақ жасайтын осылар. Ал болашақты ары қарай арқалап кететін жастар шығар, келесі буын шығар бәлкім. Бірақ осы радио жастардың қолында деп айта алмайсыз. Радио осы буынның қолында қазір. Ал енді бұның болашағы баянды болуы, жақсы болуы, осылардың көрген қателігін мынау қателік деп жазып сызып кетуінде, мынау дұрыс ісіміз осы болды деп көрсетіп кетуінде, мынау алдымызға келген кедергі, мынаған сүрінбеңдер, мынаған шалынбаңдар деп келесі буынға көрсетіп, кәдімгі тайға таңба басқандай баяндап кететін болса, мына буын. Жастар оны іліп алып кетеді әрі қарай. Мынаны аттап өтейік, мына жерден айналып өтейік, мынандай кедергі бар екен, мынаны жазсақ оң болады екен, мынаны тастау керекпіз, заманға сай келмейді деген сияқты бағанағы айтқан дүние ғой, бәрі өз заманында. Сондықтан радионың болашағы жастарда емес, болашағы қазіргі мына буынның қолында. Ал жастар өз уақытына келеді, олар ары қарай алып кетеді. Олар болашаққа жай баратындар. Ал ол барғанға дейін мына буынның атқаратын шаруасы шаш етектен негізі. Сондықтан кез келген нәрсені осы болашағы жастарда дей беруге болмайды. Бірақ сол жастар негізі жаман үйреніп қалса, мынау алдыңғы буыннан өзі айланы, тәсілді, арамдықты немесе бір жамандықты бойына сіңіріп алса, ол да қауіпті. Сәл енді жалғаны болса да аздау болған шындықтар шығар негізі. Өйткені білмеймін, енді абсолютті ақиқат аз өте. Шындықтың ішіндедің өзінде де бір өтіріктер жүру керек. Ол Қадыр Мырзалиннің сөзі бар, ақын атамыздың. Өткізу үшін шындықты өтірік қосты маздаған деген. Сондықтан өтірігі аздау болған шындықтар жақсы шығар бәлкім. Өйткені сен оны әдемілеп жеткізу керексің. Бірақ енді ең басты құндылық, менен салам үшін айтар болсам, ол қазақ тілінің тіл әуезін, қазақ тілінің осы ана тілінің дыбысын кәдімгі өзінің бұзбай, мен де себеп қателесуім мүмкін. Барынша соған сай сөйлейтін жандарды жолықтырып отырсам, сол жандарды тауып эфирге шығаруға бір септігім тисе, ол да бір ерекше қасиет қой, сондай адамдарды іздеу, сондай шәкірт іздеу. Енді шәкірт дегенді қалай айтамын, мен бір 40-тан аса бастаған сәттен бір ұстаздық деген бір ұғым қалыптасса бізде, онда шын мәнінде бір шәкірт іздеп, бір топ құрып, осы тақырыпты тереңірек зерттеуге талпынатын шығармыз бәлкім. Ол ұл бала болсын, қыз бала болсын, ол тек ұлдар ғана сақтайды үнді деген сөз емес қой. Сауық Жақанова апамыз бар, маған ұстаз болған. Мина Сейітовалар бастаған. Осында ерекше бір ақпарлар бар. Мысалы, Сауық апамыз бен Мина Сейітова 30-шы жылдардың соңында қазақ радиосында еңбек етіп, 60-шы жылдары қазақ радиосына келген Сауық Жақанова мен Мина Сейітова бірінші диктор, тұңғыш. Екеуінің бір ерекшелігі, екеуі де Алматыдағы нөмір 12-ші қазақ мектебінде оқыған. Жалғыз қазақ мектебі сонда. Сол бір қазақ мектебінің өзі қаншама қазақ қоғамына мамандар дайындаған. Сонда үнін бұзбай, тілін бүлдірмей сақтаған мектеп дикторлардың. Сондықтан ол да қасиет, ондай адам тауып көріп біліп эфирге әкелу дегенде жақсы. Таңғы эфир деп ойлаймын. Таңғы эфир себебі таңғы эфирде динамика бар, ырғақ бар үнемі. Сосын таңғы эфирдегі тыңдаушылар да белсенді болады. Хабарласады, қоңырау шалады, сенімен тілдеседі деген. Күннің жаңа атуының өзі адамға бір қанаттандыратын сияқты сол сәттің өзі. Ал кешкі эфирлерде біз тілдесеміз ғой тыңдаушылармен де.
сол кезде олардың да үнінде бір басқа әуез байқалады, сондай бір ерекшелік бар. Таңғы эфирдегі адамның үні мен кешкі эфирдегі саған қоңырау шалған тыңдаушының үні, бұл екеуі екі бөлек. Болашақ тұрғысында қарасақ та, бәлкім енді радио ол ең біріншіден қолжетімді. Радио сіздің қолыңызды да байламайды. Сіз көлікте келе жатып радио тыңдай аласыз, жұмыс істеп жүріп радио тыңдай аласыз, басқа. Радионың телевизиядан, жалпы көгілдір экраннан артықшылығын көп көлемде білемін. Сондықтан мен үшін радио мені апам асыраған. Апам өсірген, бәріміз енді бір үйде тұрдық, әкеміз, шешеміз, бірақ апам өз баласындай қараған. Сол апама бір шаншу тиетін. Ой, бір шаншу қадалды дейді. Бір жер арқасына кейде шаншу қадалды. Мен дәрігер болам деппін. Сол шаншудан жазам деп сол жерге. Мен дәрігер болсам, апамның осы шаншудан емдеймін деп жазыппын да. Бауыржан Момышұлының ұшқан ұясы негізі менің жүрегіме өте жақын. Себебі анау әжесінің ертегі айтып отыратыны, әжесінің тәрбиесі, әкесінің берген тәрбиесі, ауыл аймақтың тәрбиесі. Сол жерде бір мынандай дүние бар. Мен қанша ұстаздың алдын көрдім дейді Бауыржан атамыз. Мен өзім де ұстаз болдым дейді ғой. Бірақ маған сол әжемнен артық, әкемнен артық, ауылымдағы адамдардан артық, мені қоршаған дос-жаран сол ауылдың кісілерінен артық білім берген ешбір орта, мекеме, нысан болған жоқ дейді. Негізгі білімді содан алдым дейді. Бірақ сондағысы жалпы біз шын мәнінде болмысымыз таза, осы таза қазақ деп айтудың өзі бір жасанды дүние шығар, бірақ кәдімгі өзіңді шын мәнінде осы ұлттың өкілімін деп сезіну үшін жаңағыдай институттар бар ғой, әженің, әкенің, ауылдың, осының барлығы тұтас бір адам сезген кезде ана өзі шын мәнінде бөлек тұлға болып қалыптасады ол адам. Осындай азаматтарды мен білем, ол қоғамда да бар ондай жігіттер. Сондықтан осы кітап ерекше жаныма жағады. Екінші кітап бұл Мұхтар Мағауиннің Аласапыраны. Ғажап туынды. Мен қателеспесем осы 9-10 классымда қолға алып оқыған шығармам. Осы кітап ол да ғажап. Ол жерде тіпті мен үнемі айтып жүремін оны. Бұл кәдімгі қазақ хандарды кәдімгі өзара сөйлетіп отырып жазған сияқты. Өйткені үнін жазады кәдімгі. Мынандай үнмен тіл қатты, былай қатты деген сияқты. Сөйткен кезде менің өмірімді өзгерткен кітапты мен білемін өзім. Ол Даниэль Дефоның Робинзон Крузосы. Менде мынандай клаустрофобия дейді ғой, мынандай тұйық кеңістіктен қорқатын. 4-ші сыныпқа дейін менде осындай дүние болды. Бір адамның бір ауа жетпей ессіз күйде қалатын, мысалы есік жабылатын болса, менде бір кәдімгі жалғыз қалып қойсам осы кеңістікте 4-ші сыныпқа дейін менде сондай болатын. Деп ауа жетпей өкпеме кәдімгі бір өксік келіп сондай қорқатын. Сөйтіп жүргенде әкем марқұм бір күні мен 4-ші сыныпта жүргенде Даниэль Дефоның Робинзон Крузо деген кітабын әкеліп берді. Мен оңаша оқитынмын. Анау қызық енді. Робинзон Крузоның осы аралда қалған, ол теңізде кеме опат болады, ол теңізге барады, одан керек жарағын шығарып алады, келеді, бірнеше жыл жаңа жерде тұрады, егін егеді, ешкі бағады, оны сауады деген сияқты. Ананың бір тылсым күштері жеке жалғыз жүргендіктен бір керемет қабілеттер ашылып кетеді Робинзон Крузоның. Кейін жаңа жұма келеді деген сияқты, басқа болады. Мен сол кезде кәдімгі мынау жеке саяқ жалғыз жүрудің ерекшелігін сезгендей болдым сол кітаптан. Одан кейін өзім бір жалғыз жүргім келеді. Ана кітапты оқып бітіргеннен кейін талға да өрмелесең жалғыз барып тапа-тал түсте елдің бәрі ұйықтап жатқанда, бізде енді оңтүстікте Таразда қатты ыстық болады. Елдің бәрі ұйқыда 40 градус аптап ыстықта. Бірақ сен талға шығып, салбырап тұратын талдан бір өндесін, оны алып жүріп лақтырып, мұнда бір қиялда, бір жалғыздықтың керісінше адамның мынандай қабілетін ашатын сәт шығар деп ойлап, солай өмірімді өзгертті деп айтылатын бір кітап болса, ол әкемнің 4-ші сыныпты бітірген жаз. Сол кезде берген, мынаны оқы деп берген кітап еді. Екі сөзбен айтқан дұрыс шығар деп ойлаймын. Диктор Болатұлы деген маған өте қымбат нәрсе. Бірінші, диктор деген мамандық маған кез келген марапаттан артық өзім үшін. Диктор деген сөз. Ол енді Байжанбаевтардан келген мұра болып білгендіктен шығар өзіме. Енді бұл андай пафос, бір ауыз толтырып айтып, бір керемет бір көріну үшін де емес.
Мен бұл саланы шын мәнінде жақсы көремін, дикторлық дегенді. Диктор деген сөздің өзі, ол атқа лайық болудың өзі, тарих тұрғысында да, тұлға тұрғысында да, бәрінде де. Өйткені ол Байжанбаевтың кім болғанын мен жақсы білемін. Енді ол жайлы кітаптар оқып, ол жайлы зерттеп, ол Байжанбаевтың Арыс деген ұлы бар. Арыс атамыз радиода істейді Алматыда. Мен Алматыға жол түскен сайын, біз Алматыда болған кезде де ол кісімен үнемі жақын сол кісіден сұрап, сұхбат құрып сөйтіп жүретінбіз. Сондықтан ол кісі де бізге темірқазық сияқты. Сондықтан Байжанбаев темірқазық сияқты болғаннан кейін маған сол темірқазықтың өзі айналасында 6 жұлдызы бар жұлдыздар шоғыры ғой. Сол темірқазық Байжанбаев болса, соның жанына топтасу үшін дикторлық деген дүние маған қатты ұнайды. Екінші, мен әкемнің қандай адам болғанын білемін. Мен әкемнің бір ширегіне татсам, жақсы ұл болғаным деп ойлаймын. Сондықтан маған осы диктор Болатұлы деген, өзіңді бір ауыз сөзбен сипатта десе, осы 2 сөз қосып, диктор Болатұлы дегенді тұтас бір сөз қылғым келеді. Сондықтан өзіме диктор Болатұлы, сен кімсің дегенде диктор Болатұлы деп айтамын. Мен баршаңызға айтқым келеді, ашық аспан, мөлдір махаббат тілейміз. Және біз қазақпыз, азатпыз. Осыны ұмытпайық.